Сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге шебер Гүлназ. Егер де менің видеоларымды алғаш рет көріп отырған болсаңыз, онда міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытып кетпеңіздер. Сіздер үшін өте пайдалы видеолар шығарып отыратын боламын осы YouTube каналымда. Бүгінгі видеода мен сіздерге осы трикотаж жібімен тоқуды үйретем. Тоқуды үйренбес бұрын бүгінгі алғашқы базовый сабақ деп айтайын. Бұл жерде біз кольцо амигуруми дегеннің не екенін, қалай тоқылатынын, сонымен қатар столбик с накидом, столбик без накида, прибавка, убавка, соединительный столбик, яғни осы тоқу барысында кездесетін терминдер және олар қалай тоқылады, соларды көрсететін боламын қыздар. Қараңыздар, ең алдымен кольцо амигуруми, ол бізде қай кезде тоқылады? Кольцо амигуруми домалақ пішінді бұйымдар тоқисыздар ғой, сол кезде осы кольцо амигурумиден бастаймыз. Мысалға, корзинаның, домалақ пішінді корзинаның түбін тоқысаңыздар, кругляшка сумкасын тоқысаңыздар, сонымен қатар тағы да домалақ, яғни осы домалақ пішінді заттар тоқитын болсаңыздар, онда осы кольцо амигурумиден бастаймыз. Ол үшін қараңыздар, қолдарыңыздың 3 саусаққа немесе 4 саусақты былай біріктіріп ұстайсыздар. Үстіне жібімізді қоямыз. Одан кейін жұмыс жібін былай айналдырып алып келеміз да, екінші қатарға қоямыз. Екінші қатарға қойдық. Бірінші қатарда тұрған жібіміздің астынан екінші жұмыс жібімізді алып шықтық. Одан кейін екі жіпті былай ұстаймыз. Сұқ саусағымызға бірден жұмыс жібін іліп аламыз. Мен былайынан қараңыздар, ұстаған кезде, опа, қайтадан көрсетейін. Мен былай айналдырып алдық. Менің қолыма қарап отырыңыздар, жіпті қалай ұстау керек, соның барлығына міне былай не аламыз да, міне бірден былай ұстап, одан кейін сұқ саусағымыздың үстінде жатады. Жібіміз сұқ саусақтың үстінде жатады. Осы жерден воздушный петля тоқимыз міне. Бұл бізде кольцо амигуруми деп аталады. Енді қазір мен сіздерге воздушный петля деп айтып кеттім, бірден соны оны да көрсете кетейін. Воздушный петля бізде қалай тоқылады? Мынау бізде кольцо амигуруми. Қараңыздар, осылайынан домалақ пішінді бұйымдар тоққан кезде осы кольцо амигурумидан бастаймыз. Енді жаңағы воздушный петля дегеніміз не? Воздушный петля дегеніміз, қараңыздар, жіпті былай ұстаймыз. Сосын мен просто былай тоқи саламын. Крючокқа жіпті іліп алам. Бір рет просто крючокты бүйтіп айналдыра салам. Ешқандай жұмыстарыңызды қиындатудың керегі жоқ. Мен просто крючокқа іліп алам. Оның воздушный петляны негізі әркім әртүрлі бастап тоқиды. Оның бір қатып қалған ережесі жоқ. Мен крючокқа жіпті іліп алдым. Бір айналдырамын да, жұмыс жібін мен былайынан бүйтіп осы жерден бүйтіп алып шығып, бірінші воздушный петляны тоқимын. Бұл бізде воздушный петля. Біріншісі, сосын екіншісі. Қараңыздар. Бұл бізде воздушный петля деп аталады. Воздушный петля. Жаңа сіздерге кольцо амигурумиді көрсеттім. Мынау воздушный петля. Енді қазір бірден осы жерде столбик с накидом, столбик без накида, прибавка, убавка барлығын осы жерде көрсетіп кетемін сіздерге. Осылайынан, мысалға, мен бізде воздушный петлямызды тоқыдық. Қараңыздар, тоқыған кезде негізі көбіне тура крючоктың түбіндегі бірінші петлядан алмайды. Осы крючоктан кейінгі тұрған екінші петляға тоқимыз. Екінші петляны мына полу петлясына тоқысаңыздар болады, немесе осыны артқа айналдырсаңыздар, міне арт жағында тоже мынандай полу столбиктер бар. Осылардан тоқысаңыздар да болады. Ол яғни тоқитын бұйымдарыңызға байланысты жазылып тұрады. Қай жағынан алып тоқу керектігі. Қазір мен сіздерге міне осы өрімдегі задний полустенкаларына тоқуды көрсететін боламын. Тура түбіндегі бірінші жіптен емес, екінші жіптен алып тоқимыз. Столбик без накида тоқимыз. Жібіміз әрдайым сұқ саусақтың үстінде теріс бетімен жоғары қарап жатады. Қараңыздар.
Және қарап отырсаңыздар, менде крючоктағы екі жіпте бірдей деңгейде. Яғни крючоктағы жіпті қатты тартпаймыз, қатты бос алмаймыз. Екі жіп бірдей деңгейде тұру керек тоқыған кезде. Бұл бізде столбик без накида деп айтылады. Жіпті алып шығамыз, крючокта екі жіп, екі жіпті бүйтіп бірге тоқимыз. Бұл бізде столбик без накида деп айтылады. Енді полустолбик с накидом деген бар. Ол қалай тоқылады бізде? Полустолбик с накидом, столбик с накидом деп неше түрлері бар, соны қазір көрсетемін. Енді полустолбик с накидом. Бір рет крючокқа жіпті іліп аламыз. Сосын петлямыздан былайнан рабочий жіпті алып шығамыз. Қараңыздар, крючокта 1, 2, 3 жіп тұр. Енді осы 3 жіптен бірден өткіземіз. Осы 3 жіптен бірден өткіземіз. Бұл бізде полустолбик с накидом деп айтылады. Қатты тартпаңыздар, мен қазір сіздерге камераның бер жағынан қарап отырғаннан кейін кішкене қиындау болып тұрмаған. Қайтадан көрсетемін. Полустолбик с накидом. Бір рет іліп аламыз. Жақтан алып шығамыз. Қатты тартпаңыздар, тартсаңыздар мынандай тесік-тесік болып қалады. Сосын крючогымызда 1, 2, 3 жіп тұр. Енді осы 3 жіпті бірге тоқимыз. 3 жіптен бірге алып шығамыз. Бұл бізде полустолбик с накидом деп аталады. Жіптеріңіз былайнан оратылып қалатын болса, міндетті түрде ашып-ашып алып отырыңыздар, өйткені ол кедергі жасайды сіздерге тоқуға. Енді столбик с накидом деген тоқимыз. Бір рет іліп аламыз. Жаңа полустолбик болған. Енді столбик с накидом. Іліп аламыз. Неден аламыз? Петлямыздан бүйтіп алып шығып, жібімізді алып шығамыз. Крючогымызда тағы да 3 жіп тұр. Енді осы 3 жіптің екеуін ғана тоқимыз. Екеуін ғана тоқыдық. Крючогымызда қайтадан 2 жіп тұр. И осы 2 жіпті тағы да тоқимыз. Қараңыздар, бұл бізде столбик с накидом деп аталады. Бір рет крючокқа іліп аламыз. Одан кейін былай жұмыс жібін алып шығамыз. Крючокта 3 жіп тұр. Осы 3 жіптің екеуін ғана, бірінші тұрған екеуін ғана тоқимыз. Крючокта қайтадан 2 жіп қалды. Енді осы екеуін тоқимыз. Бұл бізде столбик с накидом деп аталады, қыздар. Осылайдан тоқимыз. И бұл накидтарды көп жасай беруге болады. Мысалға сіздерге былай биттеп кету керек болатын болса, мысалға мынаны 2 айналдырып бар тоқсаңыздар да болады, 3 айналдырып бар тоқсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты жаңағы корзиналардың жиектерін әшекейлеп жаңағыда рельефный әдемі қылып жасайтын болсаңыздар, осылай көбірақ накидті мысалға алып тоқсаңыздар, корзиналарыңыздың міне былайнан жаңағындай бүйтіп толқынды болып келетін болады. Так, айттым, столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом. Енді қыздар қазір соңына дейін тоқи салайын, мен осылайнан. Сосын келесі жаққа өткен кезде мен сіздерге убавка жасауды көрсететін боламын. Қазір прибавка жасаймыз. Прибавка деген бар. Прибавка дегеніміз не? Мысалға, осыны бір неміз тоқып алайық. Столбик с накидамды. И тура осы жерге прибавка деп жазылып тұратын болса, тағы да іліп аламыз. И тура осы тоқыған жерімізге қайтадан тоқимыз, қыздар. Келесі петляға емес, тура жаңа біріншісін тоқыған жерге қайтадан екіншісін тоқимыз. Бұл бізде прибавка деп аталады. Прибавка жасадық. И бізге мысалға келесі петлямызға да прибавка жасау керек болса, мен қазір столбик с накидом тоқып жатырмын. Былай іліп аламыз. И мына жерге тағы да прибавка жасау керек. Менің жібім айналып кетті. Сонымен қатар соңғы петлямызға да накид жасаймыз. Столбик с накидом тоқып жатырмыз ғой. Тоқыдық. Енді бізге кері айналдырып тоқу керек. Ол үшін бұлай бір воздушный петля аламыз.
былай айналдырасыздар и ары қарай тоқып кете береміз. Қыздар, енді мен сізге қазір убавка дегенді көрсетейін. Убавка жасау үшін бізде қараңыздар, міне былайынан жасасақ болады. Екі петляның астынан былайынан біреу алып шығасыздар, екеу алып шығасыздар, петляда 3 жұп қалады, и осы үшеуін бірге тоқисыздар. Осы үшеуін бірге тоқисыздар. Немесе убавканың тағы бір түрі, келесі түрі. Бірінші бізде мына жерде міне петля тұрып, осының передний полустенкасынан и одан кейінгі тұрғанның полустенкасынан осылайынан көрдіңіздер ғой, убавка жасалады өстіп. Біріншісінен, сосын екіншісінен үшеу и үшеуін бірге тоқимыз. Убавка жасалады, мен уже жиырылып қалды, қыздар, қараңыздар. Осы бізде убавка деп аталады. Так. Осы недегі барлығын көрсеттім деп ойлаймын сіздерге. Келесі видео сабақта біз идеальный круг схемасымен былай домалақ тоқитын боламыз. Қазіргі осы видео бойынша трикотажный пряжамен, кольцо амигуруми жасап үйреніңіздер, воздушный петля тоқып үйреніңіздер, столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом, прибавка, убавка дегендерді тоқып үйреніп, қолдарыңызды жаттықтыра беріңіздер, қыздар. Себебі алдағы видеоларда біз корзина, сумка деген сияқты, тапочка деген сияқты бұйымдарды тоқып үйренетін боламыз, қыздар. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен бірге болған Шебер Гүлназ.